Сәлем, бүгін логикалық операторлар мен оның қызметтерін үйренетін боламыз. Scratch программасында жасылмен белгіленген операторлар блогын білеміз. Операторлар блогында командалар арифметикалық және логикалық болып екіге бөлінеді. Бүгін логикалық операторлармен танысатын боламыз. Логикалық операторлар арқылы біз ақиқат немесе жалған деген пікірлердің бір нәтижесін алу үшін қатынастардың екі немесе одан көп өрнектердің мәндерін салыстыра аламыз. Логикалық операторлар үшке бөлінеді және немесе емес деген командалардан тұрады. Және командасының мәні екі пайымда дұрыс болса, нәтиже дұрыс. Ал екі пайымның біреуі дұрыс болмаса, нәтиже дұрыс емес. Немесе командасының мәні екі пайымның біреуі дұрыс болса, нәтиже дұрыс. Енді логикалық операторларды Scratch программасында қолданып үйренейік. Бірінші өзімізге қажетті командаларды скриптілер облысына келіп орналастырамыз. Бірінші басқару блогынан жасыл туды басқанда командасын орналастырамыз. Келесі сенсор блогынан сұрау және күту командасын орналастырамыз және егер деген циклді орналастырамыз. Егерде циклі екі рет қажет болады. Енді операторлар блогына барып логикалық немесе командасын аламыз. Салыстырмалы операторлардан үштен командасын аламыз. Сыртқы түр блогынан екі айту командасын аламыз. Келесі сенсор блогына өтіп жауап командасын аламыз. Жауап командасы бізге үш рет қажет. Енді құрастырамыз. Немесе командасының мәні бойынша екі пайымның бірі дұрыс болса, жауап дұрыс болады. Логикалық операторлардың қызметі түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.